Ал құрметті ағайын, сары түсті жидеде Сарыкөл ауданы Көкпаррама командасы, көк түсті жидеде Әулиекөл ауданы Көкпаррама командасы. Ортадағы төреші Көкпардан спорт шебері Жүрсін Абылайхан. Қапталдағы төреші Құлқайып Дәуірхан. Рудный қаласының өкілі Бердібаев Нағашыбай. Қапталдағы төрешілердің бірі Рудный қаласының өкілі және орынбасар Асылжан, Торғай Көкпаррама командасының өкілі. Дайындалып тұрсын. Жетіқара құрама командасы мен Наурызым құрама командалары бүгінгі күннің нүктесін қояды. Әптегеннен бастап, мінекей қырдан түскен қырандай қылдырып алғашқы еңкес Әулиекөлдің жігіттері Нұркен Омаровтың тартысы. Бірінші номердегі жігіт өзінің бірінші номер екенін дәлелдеп, мәреге қаратай, шемберге қаратай басып бара жатқан Нұркен Омаровты тамашалап тұрмыз. Алғашқы шабуыл, алғашқы салым болды ма? Төрешінің пәрмені күтеміз. Салым есеп емес, Серке шембердің сызығына тиіп қалды, яғни ортада жаппай тартыс болады. Әулиекөл ауданы Турлин Рауан, я болмаса Біржан Болатбек сынды шабандоздар салым салатын болса, Тағыда Мақсұтов Көпжасар салым салатын болса, Асылбек мырзаның атынан 10.000 теңге салымдар кеп түсіп жатыр. Бәрекелді жігіттерді жігерлендіріп отырған азаматтарымызға Алла разы болсын дейміз. Жақсының жақсылығын айт дейді. Өз палуандарыңызға өздеріңіз демеу, өздеріңіз қамқор болмасаңыздар, сырттан келіп бізді ешкім көтермейді ағайындар. Тағы да Серкені ортадан көтерген Нұркен Омаров болатын, бірақта Серке алаңның сыртына шықты. Ортада жекпе-жек 8-ші номердегі Сарыкөлдің өкілі. Сегізінші номерде Сарыкөл Көкпаррама командасы Дәулетов Әлібек болатын. Әлібек Серкені жекпе-жектен жұлып алып, командасын алға шығаруға, алғашқы әрекеттерді жасауда. Жігіттер сәл артқа. Салым, мінекей, ортада есеп ашылды. Ортадан жекпе-жектен жұлып алып шығып, Сарыкөлді алдыға жетелеген Әлібек шабандозға қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Сарыкөл ауданы алдыда. Салым салған 8-ші номерде Дәулетов Әлібек, астындағы тұлпары Зульфикар. Қараңыздар мінекей, салым салған шабандоз орнына жетем дегенше кезекті төрттік ортаға шабуыл жасап, тағы да қателеспесек 2-ші номердегі Хруль Максим Серкені жерден көтеріп кеткен болатын. 2-ші номерде Хруль Максим. Әзірге Серке әлде Максимнің тақымында. Максимге ыңғайсыздық тудырып, мінекей Серкенің бір бақайына жармасып, кермеге түсіріп жатырған Әулиекөл ауданының шабандоздары. Мінекей ағайын, топтың арасынан тартып кеткен 1-ші номердегі Әулиекөл ауданы Нұркен Омаров, жеке дара келген сәті тастады. Жоқ, бір айналды. Салым есепті теңестіріп, қарымта шабуылды дер кезінде ұйымдастырып олжалы болған Омаров Нұркен. Оймауыттың Нұркені, 89-дің Нұркені, Тимофеевканың Нұркені, Шерханның Нұркені, бұл Алаштың Нұркені ағайындар. Есеп 1-1 Әлібектің салымына жауап деп қабыл аларсыздар. Қараңыздар мінекей, қос командада уақыт жоқ. Атой салып жатқан команда, сен тұр, мен атайын деген жігіттер, қай команданың мерей үстем болады. Алғашқы әрекет Әулиекөлден, бірақта төреші қатан. Байқаңыздар, Абылайхан. Сарыкөл ауданы 5-1 шабандоз ойынға араласып кеткен екен. Қаранар, 7-ші номер. Қаранарға 9-ші номердегі Сарыкөл ауданының шабандозы отырғызылды.
3.44. Мінекей қыра көзді қапталдағы төрешілер де, ортадағы төрешілер де бұндай ойын ережесінің дұрыс сақталуын жіті қарап отыр, жіті бақылап отыр. Серке 1 минуттың ішінде жерден көтерілмесе деп айтайын десем, Нұркен оған жеткізген жоқ. Бірінші номердегі Әулиекөл ауданының капитаны, әрі жаттықтырушысы, әрі лидері, осы Әулиекөл ауданының Көкпар-Рома командасының моторы Нұркен Омаров есепті еселеді. Салым салған. Қазақта айтады, жалғыздың шаны шықпас дейді. Ал егер де ол Нұркен болса, оның шаны да шығады. Мына жерде сәні де болады, әні де болады. Салым, дубль, Нұркен Омаров. Есепті еселеп 2-де 1-ге жеткізген жайы бар. Дубль салымның авторы мінекей ағайын. Дәл қазір Сарыкөл ауданының жігіттері 3-1 шабандозбен алаңда толық құрамда өнер көрсетіп жатырған бұл көк түсті жидедегі Әулиекөл ауданының шабандоздары. Серке Сарыкөл ауданы 4-ші номердегі ойыншы Хруль Алексейдің тақымында. Хруль Алексей, ағайынды Хрульдардың Алексейі әлі басып жүр Серкені. Қаранардағы ойыншы, ойынға араласа берсеңіз рұқсат. Шық, болады. Алексей Хрульдің тақымында Серке. Әр айналып, бері айналып, шабандоз аланның ішінен шемберді іздеуде. Таңнан түске дейін, түстен кешке дейін, кештен түнге дейін, түннен келесі күнге дейін Серке басудан шаршамайтын бұл Хруль Алексей болатын. Бірақ Серке салым болмады. Шеңберге тиіп қалған екен. Ортада жаппай дода. Ал мінеке әнеміне дегенше төрешінің де сықырғы естілді. Серкені көтеріп кеткен бұл Нұркен ғой енді. Нұркен Омаров өз командасын жеңіске жетелеу үшін тағы да мінеке ат ойлап алға шыққан сәті. Тастаған сәтте бұл салым болды ма, болмады ма? Жоқ, Серке әлі де. Есеп! Хет-трик, Нұркен Омаровтан 3-ші салымы. 3-ші салым салған мінекей. Құрдасым өзін хабарлап жеш жақсылап. Қазақтың көкпарының көшбасшысы, ел чемпионаттың 4 дүркін чемпионы, Қостанай құрама командасының белді қорғаушысы Нұркен Омаров 3-ші салымға қол жеткізіп Әулиекөл командасының мерейін әрмен қарата үстем қылуда. Сарыкөлінде сары жиделі жігіттері оңайлықпен беріле қоятын, жеңілдікпен шағыла қоятын жаңақ емес. Бұл жігіттерде мықты. 2-ші номердегі Әулиекөлдің жігіттері қайта басып кетті Серкені. 2-ші номердегі шабандоз Мақсұтов Көпжасар. Ал Мақсұтов Көпжасар салым салса, Асылбек мырзаның атынан 10.000 теңге деп мана хабарлаған болатынбыз. Көпжасар, 10.000 теңге құтты болсын. Айналайын Көпжасар, көп жаса, көп сал, көп көр, көп біл деген ниетіміз бар. Сарыкөлдің жігіттері жиналып алып, осы жерде Арман ағамыз бастаған, Дәндібай Арман ағамыз бастаған жігіттер көрсететін есеп айырмасын қысқарта алады ма екен деген сұрақ көкейімізде түйреп тұр осы жерде. Ортадағы төрешінің пәрменсіз ойынға асығып кеткендер үшін қос бірдей команда өкілдері кері қайтарылды. Құрметті ағайын, мінекей Әулиекөл ауданының капитаны сәт сайын салым-салып есепті еселеп жатырған Нұркен Омаровтың атағы жер жарат. Олай дейтін себебіміз санаулы жылдар бұрын осы Астана қаласында өткен
5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарында кешегі Қырғыздың көкбөрі спорты бойынша ұлттық құраманың сапында өнер көрсетіп, қазақ елінің қоржынына күмістен олжа таққан көкпардан спорт шебері Нұркен Омаров тағы да серкені басып кетті, ортаны шашып кетті, қарсыластан қашып кетті, орта мәреден асып кетті, мәреге жақындады, тастады. Салым бар ма жоқ па, оны дроннан қараймыз, дрон болмаса төрешінің пәрменінен қараймыз. Әзірге серке ойын алаңында, ойын жалғасуда. Құрметті жангерлер, Сарыкөл ауданының жангерлері бар ма? Бір қиқулап қойыңыздар, қайдасыздар? Жүйрік қиқумен шабады дейді. Жігіт намыспен шапса, сондықтан қиқуға қиқу қосып, жігіттердің қолтығына су бүріккендей демеу танытып, атойлап отырыңыз сіздерде. Әулиекөл ауданының жангерлері болса, сіздерді аянбаңыздар, бір шулақ қойсаңыздар болады. Әзірге есеп айырмасы 4-1. Омаров Нұркеннің 3 салымымен, Мақсұтов Көпжасардың 1 салымымен Әулиекөл ауданының шабандоздары алда келе жатыр. Естеріңізге сала кетейік, бұл топта Әулиекөл ауданы, Жетіқара қаласы, Сарыкөл ауданы, кешіруден Сарыкөл ауданы, Әулиекөл ауданы, Қостанай ауданы және де Жангелді ауданы Торғай құрама командалары өте тартысты, белді ойыншылар. Осы командалардың жеңіске жеткен команда финалдық бәсекеге жолдама алуға бір-ақ қадам қалады. Жеке дара келіп, мінекей Омаров Нұркеннің кезекті салымы. Осы жолы Жаслан Құрдас өзін бір айтшы Омаров Нұркенді. Омаров Нұркен өзінің 4-ші салымы командасының 5-ші салымына қол жеткізді. 1-ші номердегі Әулиекөл көкпар командасының капитаны Нұркен Омаров. Асылбек бауырымыздан Нұркен Омаровқа 10 мың теңге сыйақы. Әулиекөлдің жігіті Асылбек бауырымыздан Нұркен Омаровқа 10 мың теңге сыйақы. Қараңыздар, Әулиекөлдің жастары қолдап жатыр мына жерде. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, қырандай күшті қанатты. Мен жастарға сенемін демекші. Әулиекөлдің жастары Нұркен ағасына сеніп отыр былайша айтқан кезде. Ойынның бірінші кезеңнің аяқталуына 2,5 минут уақыт қалды. Әзірге Әулиекөл ауданы мерейі үстем болуда. Сарыкөл мен Сары жейдесі, Әулиекөлдің көк жейдесі, қос команда керемет қара жердің шанын шығарып, серкенің көгетін жыртатындай қылдырып келіп тартып, қырандай келіп шүйірткіп түскен палуандарымыздың бақты өнерін тамашалаудамыз. Қараңыздар, 9-шы номердегі Әулиекөлдің ойыншысы Мақсұтов Нұртас серкені алып, алаңның сыртына шығып кеткені бұл командалық тактиканың дұрыс қойылғаны шығар. Рас, құрметті ағайын, осындайда мынандай бір тамаша жыр жолдары еріксіз еске түсіреді. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр, тұма бұлақ дариядан үміткер, қарап тұрып мынау түпсіз теңізге қалай тайыз боламыз ей жігіттер. Туған жердің тылсым сырын ұғып көр, теңіз кешіп шың басына шығып көр, көре тұра мынау ұлы даланы қалай кіші боламыз ей жігіттер дегендей ауданның намысын қорғап жатырған
арғымақты тізгіндеп жүрген азаматтарға қолдан келгенше демеу көрсетіп, қаржылай сыйақы ұсынып жатырған Атымтай жомарт, сақи көңілді азаматтарға сансыз рахметімізді жолдаймыз. Бәрекелді, әдемі өлең жолдарын жолдап отқан кезде Алексей Хрульдің алаңның ортасында той салып отқанын баршамыз көріп отырмыз. Алексей Хрульде болған Серке мінеки командаласына ауысты. Екінші номердегі Максим Хруль Алексейден пас алып, атының басын бұрды. 25 секунд уақытым бар. 25 секунд. Максим, 20 секунд у тебя есть. Осыдан санаулы жылдар бұрын Торғайдың төскейінде ұйымдастырылған Міржақ бабамыздың көкпарында той салған дәл осы Алексей. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Салым есеп. Максим Хруль, қол соғып қошеметтеп қойыңыздар. Алексей Хрульдің туған ағасы бірінші тайымның соңғы секундтарында салым салып кетті. 10 минут үзіліс. Ал енді жалпылама есеп санын айта кетейік. Сарыкөл көкпаррама командасының алғашқы кезең бойынша қоржынында 2 салым, ал Әулиекөл көкпаррама командасының қоржынында 5 салым бар. 5-те 2 есеп айырмасымен Әулиекөл ауданының шабандоздарының мерейі үстем болуда. Әулиекөл құрама командасы мен Сарыкөл құрама командасы есеп 5-те 2 Әулиекөлдің мерейі үстем болуда. Алғашқы болып Серкені көтерген Хруль Алексейдің тақымында кетті Серке. Алғашқы салым салуға әрекет қылған Алексей Хруль болады. Салым есепті еселеп Сарыкөлге 3-ші салымды салған бұл Хруль Алексей. Есеп айырмасын қысқартты, яғни 2 салым ғана айырмашылық бар. Таразы басы теңестіруге барша мүмкіндіктеріңіз бар. Қос бірдей ағайынды Хруль Алексей мен Максимнің дуэті. Мінеке ағайын, тағы да қос бірдей төрттік мінеке алаңға жеке дара келе жатқан сәтінде алғашқы әрекетті Нұркен Омаров жасап көрген болатын. Дейтұрған мен Серке ағына аңғайына бағынар емес. Максим Хруль. Серкені тағы да Максим Хруль басып кетті ағайын. Жаңа ғана Алексей Хрульдің салымын көрсек, енді Максим Хруль беке сүйрелеп барып, жердің бетін ескетіп барып, салым салуға әрекет қылды, бірақта Серкені әліп, әрмен қырата кеткен болатын. Рас, мінекей, еденнің үстін жуғандай қылып, жерді тазартқандай қылып, сүйреп апарып салған сәтінде Әулиекөл ауданының тісқаққан ойыншылары Серкені әрмен қаратай ығыстырды. Серке әлі де ойында. Серке мінекей Сарыкөл ауданының шабандоздарының тақымына тиген болатын. Қызық енді басталды. 4-ші номердегі Алексей Хрульге тиді. Жаңа ғана салынды болған Алексей кезекті салым салуға әрекет қылды. Арман Дандыбаевтың жігіттері салым есеп айырмасын тағы да қысқарта түскен Сарыкөл ауданы. Алексей Хруль 4-ші номердегі Хруль Алексей өзінің дубль салымын командасына 4-ші салымды сыйлаған жайы бар. Ойын енді басталды ағайын. Мінекей, таразысы тең, терезесі тең, таразы басы бір әрі, бір бері болып тұрған, бір ғанақ салым айырмашылығымен Әулиекөл құрамасы алда келе жатыр. Ал жігіттер, мықты болыңдар. Алла қаласа, Торғайдың жігіттері сіздердің ойындарыңызда тамашалап отыр. Тікелей қарсыластарыңыз кім женсе де бізге қарсылас болады деген ойда отыр ол жігіттері. Әзірге жалпы есеп осы қос бірдей команда арасында 5-те 4, небәрі бір салым айырмасымен Әулиекөл ауданы басым. Ал мінекей Сарыкөлдің 8-ші номердегі оғланы Дәулетов Әлібек Дәулетов. Мінекей Ашбелден бір бақайдан ұстап басып алды. Серке ойында 2-ші номерде Хруль Максим Хруль. Ағайынды Хрульдер бірінен соң бірі
дүркінде дүркін күркіретіп тұрып шабуыл ұйымдастырып жатырған қос бірдей Хруль. Қараңыздар мінекей, Саркөлдің жігіттері намысқа салып, жаңа ғана бірінші сәтте, бірінші таймда 3 салым айырмашылығы ұтылып жатса, қазір салым айырмашылығын қысқартып, таразы басын теңестіруге бір ғана салым қалды. Мінекей, Максимнің әрекеті. Сәл қалдың палуан, мықты бол шабандоз. Серке ауысты. Салым. Есеп теңесті. Салымды салған кеуде номерін бір қарап алайық. Дұрыс ақпарат беру үшін салымды салған бұрылыс жаным ау. 8-ші номердегі шабандоз бұл Әлібек Дәулетов. Есеп 5-5. Әулиекөл, Сарыкөл. Қызық енді басталды ағайын. Омаров Нұркен қаһарың әмін есеп теңесті. 5-5. Мінекей, қорғанысты қараңыздар 3-ші номердегі Ермекбай Бақтияр жас болса да бас палуанды ұстап жүр. Қараңыздар мінекей, Нұркенді ұстап жүрген Бақтияр Сарыбақаға қалай қошемет соқпайсыздар ағайындар. Легендарный Сарыбақа. Мінекей, тапсырма Нұркеннің артынан қалма деген Арман ағасының тапсырмасын алған сияқты ғой бұл жігіт. Серкеде шатағың болмасын, Нұркен сенікі деді ау деймін. Серке ойын алаңынан тысқары қалды, ортада жекпе-жек. 12-ші номерде Әулиекөл ауданының шабандозы Валерман Станислав. Өте мықты, мінекей қараңыздаршы, 18 жастағы Бақтияр ініміз қандай тамаша өнер көрсетуде. Қостанайдың болашағы, Қостанай көкпарының жұлдызы Ахмет Байтұрсынов атындағы Қостанай өнерлік университетінің студенті Сарыбақа. Әптегеннен бастап мінекей Нұркен Серкені көтерді. Нұркен Омаровтың тақымында. Серке Нұркен Омаровтың тақымында. Ал енді осы тұста Омаров Нұркен жеке дара. Артында 3-ші номерде дәл Бақтияр Сарыбақа тағы да қорғаныста. Бақтиярға қарап тұрып мынандай өлең шумақтар еске түседі. Тұяқ тайға жеткізер, тай құнанға жеткізер, құнан атқа жеткізер, ат мұратқа жеткізер дейді. Құдай қаласа Бақтиярдың да әлі талай ат ойлап, Қостанай облысының намысы бұлай тұрсын. Ұлттың намысын қорғап, кешегі Өзбек пен Қырғызға қарсы көшпенділердің де ауылынан көрер күн болғай деп ниеттендік. Бәрекелді, бұл Бақтияр бүгін күнін Бағдәулеті болса, ертең күні Бақтияр деп атой салып отыратымызға Алла нәсіп етсін бұйыртса. Әулиекөлдің кезекті салымы. Әулиекөл, салым. Дер кезінде есеп айырмасын тағы да ұзарта білген бұл легендарный Нұркен Омаров. Бөлексің, Нұреке. Кезекті 6-шы салымына қол жеткізді. Есеп айырмасы қысқа бір салым айырмашылығымен әзірге Әулиекөл құрама командасының мерейі үстем болуда. Нұркеннің бүгін түсіне қос бірдей ағайынды Хрульдар кірет шығар. Бірінен соң бір әйтеуір жатпай жатыр. Нұркенді екеуін өлгіріп жатыр. Нұркеннің түсіне бүгін Бақтияр кіретін сияқты бар. Бақтиярдың түсіне қамшы кіреді. Қалжыңдасып отырайық. Төрешіден пәрмен күтеміз. Абылай ойнаймыз деп жатыр. Әлі де ойын. Серке тағы да Нұркен Омаров. Оймауыттың оғланы. Әулиекөлдің көкпар жанашыры. Ағай, ауырым, байдыш. Салым. Мінекей, есепті еселеп 7-ші салымына қол жеткізген Нұркен Омаров. Ойлаш, Нұркен 7 салымның 6-ын жалғыз өзі салып отыр.
Мына қараңыздар шағайындар, тамаша факт. Нұркенің астындағы Нысана атты сәйгілік былтыр ғана Сарыкөлдің құрамасына шапқан, биыл енді ат ауысып, Әулиекөлдің құрамасына шауып жатыр. Қазақта айтады, бақ ауысады. Сарыкөлдің жігіттері жемін дұрыс бермеген ғой. Бүгін Сарыкөлге қарсы қатысы ойнап жатыр. Дәл осы Нысана. Олай емес ау. Әулиекөлдің жігіттері пұлын дұрыс берген сияқты болады. Пұл қайда, ат сонда ғой, Құдай-ау. Мінекей Нысана биыл Әулиекөлдің құрамасына мерейін үстем болуда бұйыртса, енді келесі жылы қай құрамада көрініп қалады, осындайда атты мықтылығын көре білеміз. Серке ойын алаңының сыртында қалды. Сарыкөлдің 5-ші номердегі, қараңыздашы мінекей, сөмке ұстағандай ашбелден қыстырып алған екен. Әлішер бүгін Серкенің қанын ішерді қойықшы. Әлішер тек қана бір салым, жоқ, 2 салым айырмасымен есе жіберіп жатыр Сарыкөл ауданының сақа жігіттері. Ал әзірге еншісінде толық 5 минут 25 секундтай уақыт бар. Серке тағы да Нұркен Омаровтың тақымында. Нысанаға тейді. Нысанасына дұрыс жетеледі ма? Нұркеннің тақымындағы Серке тағы да салым салуға әрекет қылуда. Қараңыздар шағай, көрсе көз тоярдай. Төрешіден тоқта деген бәрмен келді. Нүреке асықпаңыз. Құрметті жанкүйерлер, сәл артқа қаратай шегінсек. Құрметті жанкүйерлер, алаңдағы ойын мен осы жанкүйерлердің арасында біз енді еріккеннен отырған жоқпыз. Осы тікелей байланыс жасайық. Ойынның көркін қыздырайық деп қызмет жасап жатырмыз. Сондықтан құрметті жанкүйерлер, біздің қызмет жасауымызға көп кедергі келтіріп жатсыздар. Артқа шегінсеңіздер, белгіленген межеден ашпасаңыздар. Рыскелді аға, бір айтып қойыңызшы жанкүйерлерге. Нұркен Омаровтың келесі әрекеті салым. Қараңыздашы, таза, дара мықты, шын мықтаға тұсау жоқ демекші, жалғыздың шаны шықпас деп айтқан адамның аузынан бірақ ұрғандай қылды Нұркен. Жалғыз өзі жүріп, 7-ші салымына қол жеткізген Нұркен Омаров, Тимофейдің Әулиекөлдің Нұркені. Құрдас, осы тұста Мәлағаңмен тағы да бір айтқымыз келеді. Рас, осы Нұркеннің еркін қимылдауында, алаңда ойынның жүруіне өзіндік септігін тигізіп жатырған қалған әріптестер, яғни команданың қорғаушылардың да еңбегі зор емес пе? Әрине, бұл жерде командалық ойын, қорғаушылар қаншалықты әрекет, қаншалықты жағдай жасаса, шабуылшы соншалықты өмір көрсете алады. Әрбір ойыншы өз командасы қандай жағдай жасаса, соншалықты салым сала алады бұйыртса. Ойынның аяқталуына және екінші кезеңнің аяқталуына толық 3 минут 30 секунд уақыт бар. Серке 2-ші номердегі Әулиекөл ауданының шабандозы Мақсұтов Көпжасар. Нысана Алдияр Мырзаның сәйгілігі деп ақпарат келіп жатыр. Алдияр Мырзаның Рудныйға сатылған аты екен. Нысанасы бүгін мінекей тағы да кезекті салымға қол жеткізді. Салымды салған 2-ші номердегі Әулиекөл ауданының шабандозы Мақсұтов Көпжасар. Астындағы тұлпары 8 жасар күрең қасқа. Бәрекелді, Көпжасардың 2-ші салымы, бұл енді командалық мінекей Нұркеннің демеуі, Нұркеннің 2-ші тынысы Көпжасардың көп салымдарының бірі болды бұйыртса. Көпжасарды дәл осы тұста құттықтағымыз келеді. Асылбек Мырзаның атаған 10.000 теңгесі тағы да құтты болсын. Берекесін берсін. Асылбек Мырзада минус 10.000 теңге, Көпжасарда плюс 10.000 теңге. Ойынның аяқталуына толық 2 минут 20 секундтай уақыт қалды. Тоғызда 5 есеп айырмасымен Әулиекөлдің жігіттері әккілігін танытуда.
Серке ойын алаңының сыртында қалды. Ортада Қараңыздаршы жекпе-жек. мінекей, жігіттер соңғы нүктеге дейін, соңғы свистокқа дейін, соңғы күші қалғанша, соңғы демі қалғанша, Саркөлдің сары жиделі жігіттері намысқа шабамыз деп әрекет қылуда. Енді осы басымдылықты қалайда болсақ сақтап қаламыз деген әрекет жасаған көк жиделі Әулиекөлдің жігіттеріне қол соғып қошеметтеп отырайық. 4-ші номер Хруль Алексей, оның қарсыласы 1-ші номердегі спорт шебері Нұркен Омаров. Нұркен Омаровтың мерейістен болама. Алексей Хруль келесі кезекті салымын салуға әрекет қылуда бұйырса. Мықты бол палуан. Алексей Хруль, мінекей салым салды. Кезекті салымы, кезекті табысты әрекеті, есеп айырмасын қысқарта білген орыс қанды, қазақ жүректі, алашты мінекей ойынын дамытып жүрген Алексей Хрульдің еншісіне бұйырса. Ойынның аяқталуына 1 минуттан аз уақыт қалды. 2 салым айырмашылығымен Әулиекөл құрамасының мерейі, 3 салым айырмасымен Әулиекөл құрамасының мерейі үстем болуда. Сол себепті финалдық кездесуге шығуға бір қадам болса да жақын. Мінекей, таудан түскен қырандай болып, Әулиекөлдің жігіттері алғашқы әрекет жасады, бірақ та берекеті Сарыкөлдің Алексейіне бұйырды. Алексейден сұрағандай қылдырып тартып алған Әулиекөлдің жігіттері әрекет қылуда, Сергенің көгенің жұрдатындай қылдырып, қос сирағын қос жаққа, бірін солтүстікке, бірін Заречныйға, бірін Затополға тартып келе жатқан Әулиекөлдің жігіттерін көрудеміз. 6, 7, 4, 3, 2, 1, уақыт төреші. Тартысты кездесу, келесесі теңдей болған ойында Әулиекөл құрамасының мерейі үстем болды. Әулиекөл құрамасына, Сарыкөл құрамасына мына жердегі айызымызды қандырып отырған ойын үшін қол соғып, қошеметтеп қойық шағайындар. Жарайсыңдар жігіттер. Осы орайда қырағы көзді көрермендерге тағы да құлақ қағыс болсын, нақты мәліметтерді бере қояйық. Бұл ойын 9-да 6 есебімен аяқталды. Әулиекөл Көкпар-Рама командасының жеңісімен Сарыкөл Көкпар-Рама командасында 3-1 салым салған бұл Хруль Алексей, ал Хруль Максим бір ғана салым, және де Дәулетов Әлібек 2-1 салыммен есептеселеген болса, Әулиекөл Көкпар-Рама командасында Мақсұтов Көпжасар 2 салым салса, ал қалған 7-1 салым салған бұл Омаров Нұркен. Омаров Нұркеннің астындағы 7-1 салымды салуына мүмкіндік сыйлаған Алдияр мырзаның, дұрыс па? Нысана атты сәйгүлігі. Бір ат бабымен шабады, бір ат бағымен шабады, бір ат қанымен шабады, бір ат жанымен шабады, тіпті кейбір аттар дәрімен шабады. Ал бүгін міне бар бабы жаны үйлесіп, тамаша ойын өрнегін көрсетіп, Нұркенмен бірле үйлесе ойын көрсеткен Нысана атты сәйгүлікке бір құрмет қошемет соқ қойыңыздаршы. Бәрекелді. Осымен Сарыкөл Әулиекөл арасындағы ойын аяқталды. Келесі бүгінгі күннің нүктесін қоятын ойын